Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ана сүтінің пайдасы жайлы ақпарат бермекшімін. Жалпы ананың сүті қаннан түсіледі. Яғни бала емген кезде миға сигнал барады, яғни гипоталамусқа. Ал гипоталамустан окситоцин және пролактин гормондары бөлінеді. Олар сәйкесінше сүтті көп бөлуге қатысады, яғни ынталандырады. Пролактин гормоны әсіресе түнде бөлінеді. Солай овуляцияны шектейді әйел адамдарда. Ал овуляция шектелгеннен кейін лактационды аменорея болады, яғни емізу кезінде етеккір келмейді. Сүттің негізгі құрамы 88% судан тұрады, 7% лактозадан тұрады және май, көмірсу, белоктардан тұрады. Сүттің негізгі пайдасы ол тез қорытылады, смеске қарағанда бюджетті және де ешқандай жылытудың да іздеудің де қажеті жоқ. Ананың сүті тірі жасушаларға өте бай, лейкоциттерге, бағаналы жасушаларға және де ісікке қарсы жасушалар да бар құрамында. Олар иммундық жүйеге қатысады, яғни ағзаның өсуіне де қатысады және 1000-нан асқан белоктарға бай. Олар жаңа туылған нәрестенің ағзасының өсіп дамуына, иммундық жүйесінің нығаюына қатысады. Және 200-ден аса күрделі қант олигосахаридтерге бай. Олар ішектің микрофлорасын реттейді. 40-тан аса энзимді ферменттерге бай. Олар ағзадағы әртүрлі химиялық реакцияларға қатысады. Және ана сүтінен балаға гормондар беріледі. Мысалы, мелатонин гормоны ол ұйқыға жауап береді. Серотонин және дофамин гормондары көңіл-күйге жауап береді. Ал соматотропты гормон ағзаның өсуіне жауап береді. Сондай-ақ, егер әйел адам күйзелісте, яғни стрессте жүретін болса, оның ағзасында кортизол гормоны көп бөлінетін болады. Ал ол гормон балаға да беріледі. Бала сәйкесінше жылауық, тынышсыз, тынымсыз болады. Сондықтан да емізулі әйелге барлық жағынан қолдау көрсеткеніміз абзал. Және ана сүті витаминдерге және минералдарға бай болып келеді. Және антиденеге бай. Антиденелер баланың ағзасын бактериялардан, вирустардан бейтараптап, иммундық жүйені күшейтеді. Сондай-ақ ана сүті баланың нерв-психикалық дамуына, интеллектінің дамуына және есте сақтау қабілетінің дамуына өте жақсы әсер етеді. Сонымен қатар, бала туылған кезде ең алғашында сүттің алдында уыз болады 3-4 күн бойы. Ол уыздың маңыздылығы қарапайым сүтке қарағанда 10 есе маңызды болып келеді. Өйткені аталған тірі жасушаларымыз, белоктарымыз, олигосахаридтеріміз, ферменттеріміз, гормондарымыз ол жерде 10 есе көп болады. Және 1 мл уызда 1 миллионға жуық иммунды жасушалар бар. Яғни баланың вирустарға, бактерияларға қарсы иммунитетін күшейтеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша баланы 2 жасқа дейін емізу қажет. Және емізу дегеніміз ол бала мен ананың арасындағы ерекше қарым-қатынасты нығайтады. Баланы емізу ана үшін пайдалы болып табылады, өйткені ол сүт безінің және жатырдың қатерлі ісікке шалдықпауын 2 есе төмендетеді. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.